болсақ, бірінші пациент таңдаймыз. Таңдағаннан кейін барып бізде протоколы шығады. Тоже добавляем протокол. Протоколды ашамыз. Ашылғаннан кейін үшінші неден общий шаблон ішінен сестринский тапсыратын сменді іздейміз. Сестринский ухода за пациентом, передача пациента. Осы ашылғаннан кейін төбе жақтан ставить деген басамыз. Осы жақтан все области таңдасақ, постоперационный пациенттер шығады. Ақберен, кардиограммасы, бірінші блок, екінші постоперационный. Осы шаблондар мен өзім создавать еттім. Екінші шаблон таңдаймыз. Сол кезде бассақ, бүкіл не толып тұрады. Бұл жақта бәрі жазылып тұрады. Жаңағы после пациент операциядан түскен. Екінші блок. Бұл бізге смена, пара, солар бәрі тоже толып тұрады. Осы жақсы.